Ассаламағалейкум, қырғыз ағайындар, қазақ-қырғыз бір туған. Қырғыз бауырлар, мынау Айтілек Орозбеков деген бауырымыз қырғыз мемлекеттік тілін қорғап шыққан екен. Біз қазақтар соны көріп қуанып жатырмыз. Араларынан сондай бір батыр шыққан екен. Батыр ұлт, Манастың ұрпағы, мемлекеттік қырғыз тілін қорғап жатыр. Мысалы, масқара екен, видеоларын көріп жатырмыз. Қырғыз тілінде қызмет көрсетпейді екен Қырғызстанда, о масқара. Мысалы, қырғыздар Ресейге барса, о жақта орыс тілін талап етеді. Ешкім, енді қырғыз тілі қай жерде керек? Францияға барып қырғызша сөйлейсің ба? Ресейге, Қытайға барып қырғызша сөйлейсің ба? Жоқ. Қырғыз тілінің шаңырағы ол Қырғызстан. Қырғыздың конституциясында мемлекеттік тіл қырғыз тілі. Енді Қырғызстанда сөйлемегенде басқа қай жерге барып сөйлейсіңдер? Сондықтан қырғыз ағайындар араларынан осындай Айтілек батыр шыққан екен, қолданыңыздар. Оны ертең сепаратистер қудаламасын. Ол бізде қазақта да, қырғызда да ана тілі дейді. Сондықтан біз өз тілімізге ие бола алмасақ, онда біз мемлекетімізге де ие бола алмаймыз. Сондықтан біз қырғыз ағайындарды қолдаймыз. Қырғыз тілі мемлекеттік тіл. Бүкіл ақпарат, дүкен, кафе, ресторан, меню бәрі қырғыз тілінде болу керек. Өйткені қазір тілімізден айырылсақ, онда ондай мемлекеттің не керегі бар? Аман болыңдар, қырғыз ағайындар, қазақ ағайындардан дұғай сәлем. Ассаламалейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзгөн десеңиздер, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат.